Мен Қалиева Ардақ Түгелқызы, Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы, өз шәкірттеріме және кітапсүйер қауымға Санжар Керімбайдың Өзбекәлі мәдени майдан шығармасын оқуға кеңес беремін. Советтік идеологияға қарамастан қазақтың дәстүрін, тарихын, тілін кеңінен насихаттаған қоғам қайраткері, этнограф, ұлт жанашыры Өзбекәлі Жәнібековтың қазақ халқының мәдениетіне қосқан үлесі орасан зор. Қожа Ахмет Яссауи кесенесін қалпына келтіруді қолына алып, Тайқазанды елге қайтарған, сталиндік репрессия жылдары жазықсыз атылған қазақ зиялыларының есімін ақтауға күш салған Өзбекәлінің өмірі мен қызмет туралы жазылған бұл шығармадан тек кейіпкердің болмысын біліп қана қоймаймыз, советтік кеңес жүйесінің қазақ халқына жасаған қиянатын, қазақ ұлтын жою мақсатындағы құйтырқы әрекеттерін де танимыз. Мыңмен жалғыз алыстым деп Абай айтқандай, советтік жүйенің қысымына қарамастан, перзенттік парызын адал атқарған Өзбекәлінің өмірі бүгінгі жастарға үлгі болуы тиіс.